Сәлем достар, бүгін біз аджари хачапурінің жалқау нұсқасын дайындаймыз. Ол үшін сізге 500 грамм қатпарлы ашытқы қамыры қажет. Оны кішкене ұнмен себіңіз. Жайыңыз. Сізде қалыңдығы 5-6 мм болатын бір келкі квадрат болу керек. Енді екі қарама-қарсы бұрышта соңына жетпес бұрын кесінділер жасаңыз. Осы кесектерді бір-біріне салыңыз. Пісіру қағазымен қапталған пісіру парағына салыңыз. Бір жұмыртқаны сындырыңыз. Оны қылшақпен араластырыңыз. Және шеттерінің астына жағыңыз. Содан кейін қамырды желімдеу үшін аздап басыңыз. Сондай-ақ осы кезеңде ортасында шанышқымен тесіңіз. 200 градус пеште 15 минут пісіріңіз. Бұл арада 200 грамм ірімшікті теркадан өткізіп жіберіңіз. Қабырғалары мен ортасын жұмыртқамен майлаңыз. Ішіне ірімшік салыңыз. Жұмыртқаны шайып, оны ортасында шұңқыр жасау үшін пайдаланыңыз. Жұмыртқаны осы тесікке бөліңіз. Енді оны 200 градус пешке 10 минутқа қайта салыңыз. Біздің хачапури дайын. Қамырмен айналысатын уақыт болмаған кезде өте қолайлы. Рецепті сақтаңыз және әрдайым дайындаңыз. Осы рецепт сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға жазылыңыз. Қоңырауға басуды ұмытпаңыз, сонда сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.